Жарқыраған қарбыз 10 бөлім. Кешір, мен сені жақсы көрмеуім керек еді. Бұл менің қателігім болды. Менің отбасымның және де менің де арманым бар. Ал біздің қарым-қатынас соған кедергісін тигізіп жатыр деп Ингөлдің бір қызбен сөйлесіп отырған кезін көрсетеді. Ал негізінде бұл қыз Ингөлдің емес, оның ағасының жүріп жүрген қызы еді. Қыз неге олай деп айтып жатсың деп СМС ағасына жазып жатқан сәтте Ингөл қолынан сотканы жұлып алып, ол солай маған айтты, қарым-қатынасты үземіз деп жатыр, болмайды деп жатыр деп ол айтып жатыр, мен емес дейді. Содан қыз жынданып орнынан тұрады дағыны, қолындағы сусынды кімге сеуіп жіберерін білмей қарап тұрып, соңында Ингөлді бетіне сеуіп жібереді. Сен өзімшіл оңбағансың деп ағасына айтып кетіп қалады. Содан сыртта Ингөл ағасынан төртеуімен мәселе шешілді, енді біреуі ғана қалды, кәнеки соның номерін бер дейді. Ағасы болса жоқ, бермеймін, ол мен үшін ерекше адам дейді. Қалай, сол виолончельде ойнайтын қыз ба? Кәне тез номерін бер дедім дейді. Қазір сен үшін маңызды кезең екенін білесің ғой, бар ынтаңмен оқысаң да оқуға түспеуің мүмкін ғой, ал сен болсаң қырғыздармен араласқанды қоям деп едің, енді неге бермейсің дейді. Сонда ағасы бұның бәрі сен үшін дейді. Қалай деп түсінбегенде, сен мен сияқты өмір сүре алмайсың, сен осы шақпен өмір сүруің керексің, өзің үшін өмір сүруің керексің, өмір сүріп үйрену керексің дейді. Мен сенің жарқырағаныңды қалаймын, саған бақыт тілеймін, сен үйдің отбасының мәселесімен емес, өз өміріңді босқа жіберіп алмауың керек дейді. Жүрегің не қаласа соны жаса, одан дүние төңкеріліп кетпейді, сен жастық шағыңды босқа өткеріп алмауың керексің дейді. Ағасының айтқандарынан кейін Ингөл ойланып қалады. Сол сәтте бізге 1995 жылғы сүйгеннің отырған сәтін көрсетеді. Ол енді сүйе берейін деген сәтте оған оның тәте екені есіне түсіп кетіп, оны сүймей қалады. Ал қыз болса, не болды, не болып қалды, біртүрлі болып қалдың ба, әлде сен қызбен жүріп көрмегенсің ба дейді. Сен нәпсіңе берілмейтін жақсы адам екенсің, ештеңе етпейді, бәрі өтіп кетеді, болған іс болды, ұмытамыз дейді. Жауапсыз махаббат та алғашқы махаббат сияқты ыстық болады, мен бұны түсінемін, жай ғана қабылдаймын, ештеңе етпейді, бәрі жақсы дейді. Сонда Ингөл ішінен, аға, есіңде ме, сен маған бақытты болу үшін өзіңе ұнайтын заттармен айналыссаң, жарқырап, жастығыңды жалындап өмір сүрсең, бәрі жақсы болады, сенің жасағанынан дүние төңкеріліп кетпейді деген едің деп сөйлеп жатқан уақытта қыз, сен қызбен жүріп көрмегенсің, иә, шыныңды айт дейді. Сол уақытта Ингөл барып қыздың ернінен сүйеді. Содан Чонамен қалған Личанды көрсетеді. Ол Чонадан сұрайды, андағы суреттегі мен бе дейді. Қыз иә дейді. Не үшін дейді. Қыз үндемей қарайды. Сол уақытта Личан айтады, сен тек мені жақсы көремін демеші дейді. Қыз қарап тұрып иә деп басын тағы да иеді. Әрі қарай Ингөл мен Сүйгенді көрсетеді. Сүйген Ингөлға ештеңе болмағандай кеп танысақ қайтеді дейді. Бұл қалай дейді Ингөл. Сонда Сүйген айтады, сен уайымдама, бәрі жақсы, ештеңе болмағандай жүре берейік, арамыздағы шекараны сақтауды ұмытпайық дейді. Не үшін дейді. Сонда Сүйген, себебі сен допты Личаннан алып қойғандай боласың, мен ол допты әлі ешкімге тастаған жоқпын, бірақ сен еленіп алғандай боласың, бұл дұрыс емес дейді. Бұлай бетіне қаққаның ауыр тиді дейді. Сонда қыз айтады, иә түсінем, бірақ ара қашықтықты 3 метр деп сақтайық, ең болмағанда 2 метр дейді. Осылайша қыз жарайды жақсы деп үйіне кіріп кетеді. Содан Ингөлді күтіп тұрған Чонаны көрсетеді. Ол Ингөлдің келгенін көріп, жүгіріп барып қолынан ұстап, жетектеп бөлмесіне алып барады. Содан жаттап алған им-ишара тілін көрсетіп, бұл нені білдіреді дейді. Бұл кетпе, менің жанымда қал деген сөзді білдіреді дейді. Содан бұны саған кім айтты деп жазып қағазға сұрайды. Қыз болса, ал мынау белгі не деген сөз деп көрсетеді. Мені құтқарғаның үшін рахмет, кешір, бірақ мен сен мені құтқарғаныңды білген жоқпын деп көрсетеді белгіні. Оны көрген Ингөл, бұл Личан ба, Личан саған айтты ма дейді. Қыз болса, иә, Личан дейді. Сонда Ингөл ішінен үміт отын жағыпты ғой деп мәз болып қалады. Сонда қыз жазады, мен им-ишара тілін үйренгім келеді, солай достар көп қылып арттырғым келеді, сен маған көмектесесің ба деп жазады. Оны оқыған Ингөл анасына, яғни Чонаға қарап, иә, үйретемін, мен тырысатын боламын дейді. Осылай екеуі бір-біріне жымиып қарап тұрған сәтін көрсетеді. Содан ертесіне
Чонаның әкесі мен Ингөлдің сөйлесіп отырған сәтін көрсетеді. Бірнеше күн өтті, нәтиже бар ма дейді. Бала иә бар деп мәз болады. Қара, бір ай ғана уақыт бергенмін саған, если бәрі дұрыс болмаса мен сенімен басқалай сөйлесемін дейді. Жоқ, бәрі дұрыс, мен сөзімде тұратын адаммын дейді. Олай болса жақсы, бара берсең болады дейді. Сол уақытта сіз жақында іс сапарға кетесіз, қызыңызға факс алып берсеңіз қалай болады дейді. Сонда папасы айтады, мен саған жақсылық істеп жүрсем, сен маған шарт қойып жатсың ба дейді. Жоқ, бұл жай ғана сол нәтижеге тез жетуге көмектеседі, әрі достармен де қарым қатынаста болады, жақсы дейді. Сосын айтады, мен өзім білем, көремін дейді. Жақсы, сау болыңыз деп солай кабинеттен шығып кетеді. Ал директор болса, мен бұған не үшін келісу керекпін, мен кәсіпкермін дейді. Сосын бұрында сөйлескен сөзін есіне алады. Мен сенімен не үшін келісуім керекпін, мен әрқашанда пайда болмаса бостан босқа келіссөзге отырмаймын дейді. Сонда сен маған не бере аласың дейді. Ал Ингөл болса, мен сізге қызыңыздың күлкісін бере аламын дейді. Осылайша олар келіскен болатындығын. Содан соң кабинетінде отырған директор өзінің бұрынғы әйелі мен қызының фотосын алып қарап отырады. Сол уақытта ол жерге директор әйел келіп, оның сыртынан оның суретті көріп отырғанын көріп байқап қалады. Содан сүйген мектепке барайын деп үйінен шығып бара жатқан сәтте есігінің алдына мотоциклдің және де жазбаны тұрған сәтін көрсетеді. Ол жерде жазбада бәрін реттеп, сүртіп, тазалап, жөндеп қойдым деген сөз тұрады. Оны оқып мәз болып мектепке қарай кетеді. Ал мектепке келген кезінде ол жерде Ингөл мен Чонаның сөйлесіп келе жатқан сәтін көріп қызғанып қалады. Ингөл Чонаға екеуміз енді дос болайық деп айтып келе жатқан уақытта алдарынан директор келіп, Ингөл саған айтатын әңгімем бар еді, сабақ басталмай жатып менің кабинетіне соғып кетші дейді. Содан оның кабинетте сөйлесіп отырған сәтін көрсетеді. Ингөл, мен сенімен қалжыңдады деп ойлайсың ба дейді. Ингөл түсінбедім дейді. Сол уақытта директор айтады, мен саған біздің үйде ишара тілін үйренбеу керек деп айтқан едім ғой дейді. Себебін білсем бола ма дейді. Біздің отбасының тәрбиесі солай, ол адаммен қоғаммен араласу үшін ешқандай ишара тілі оған қажет емес дейді. Жоқ, сіз не ойлап тұрғаныңызды мен білемін дейді Ингөл. Сіздің бар ойыңыз байлық дейді. Оның әкесіне көрсетпей, ешқандай қоғаммен араластырмай, сіз сол байлыққа өзіңіз жеткіңіз келеді, мен оның бәрін біліп отырмын дейді. Сен неге олай деп ойлайсың? Менің үйімде қызметкерлерім бар, бірдеңе болса олар жеткізетін еді ғой дейді. Сонда Ингөл айтады, сіз олардың бәрін аузын алтын қақпамен жапқансыз, мен оны білемін, бірақ менің аузымды алтын қапқамен жауамын деп ойламаңыз, мен ондай адам емеспін дейді. Сонда директор жынданып, сен не деп тұрсың, өзің не айтып тұрғаныңды білесің ба дейді. Ингөл болса, иә, сіз де біліп жүріңіз дейді. Сонда директор айтады, түлкі мен арыстан жайында ертегі естігенсің ба дейді. Сөйткен түлкі бәрібір тірі қалады дейді. Тірі қалғанмен арыстанның не істейтінін білмейсің бе сен дейді. Осыдан кейін сен мені түсінбейтін болсаң, мені жағымды алмайтын болсаң, сен енді сабаққа да ешқайда да қатыспайсың. Сабақ біткенше сен осы ауланы, сабақтың ауласын тазалайсың. Мен саған енді бәрін көрсетемін, мені тыңдамайтын, мені жақтамайтын адаммен қарым қатынастың қалай болатынын дейді. Содан Ингөлдің ауланы сыпырып жүрген сәтін көрсетеді, және де ол директормен сөйлескен сөзін есіне алады. Ол кезде директор, түлкінің тірі қалғанын қаласаң, келген жеріңе қайта кет. Мен сені қайдан келдің, не үшін келдің, не келдің деп сұрамаймын. Тек жөніңмен кет. Біздің отбасыға менің істеріме араласпа, әлде соңы жаман болады дейді. Бұл сөздерді есіне алған Ингөл, енді не істеймін, кімнен көмек сұраймын деп ойланып отырған уақытта бірдене жел тұрып, қоңыраудың дыбысы естіледі. Содан Ингөл дыбыс шыққан жаққа жүгіріп барып, телефонды тауып алып тұтқан алло деп алған уақытта дүкенші қалайсың деп жауап береді. Ал Ингөл болса жынданып, сен қалаған уақытта звондайсың, қалаған уақытта тұтқан қоя саласың, маған көмек керек па жоқ па деп сұрамайсың дейді. Сонда сатушы, сабыр сақта, сабыр, не болып қалды дейді. Маған көмек керек кезде сен қайда жүрсің деп айқайлайды.
иә, қандай көмек керек екен, не болды дейді. Сен ең болмағанда менің әкеме қай уақытта, қай жылы, қалай, қай жерде апатқа ұшырайтынын, не болатынын айтсаңшы, мен соның алдын алайын дейді. Сонда сатушы айтады: сен әлі ата-анаңды ойлап жүрсің ба? Өз өмірің жайлы қашан ойлайсың? Ең болмаса жастық шағың сол жерде дұрыс өткізбедің бе дейді. Содан Ингөл жынданып: маған ақыл айтпай қойыңыз, әрі қарай өзім шешемін деп тұтқан енді қоя берген кезінде: қап, әттеген-ай, мен саған көмекші жіберген едім, сен оны да жіберіп алдың ба дейді. Сонда тұтқан алып: не дейсіз, қандай көмекші, қай жерде дейді. Содан бізге Сегеннің топта сабақ уақытында бірге қатыспай жеке өзі отырып ойланып отырған сәтін көрсетеді. Сегеннің ойының бәрі Ингөл еді. Ол Ингөлді қызғанып сол жайында ойланып отырған еді. Сол сәтте ағайы: Сеген, не істеп отырсың, кел бізге виолончельде бір ойнап берші дейді. Сонда қыз жарайды дегендей тұрып, барып отырып, енді қолына алып ойнайын деген кезінде есіне бірдеңе түсіп, сосын тұрып, орнынан тұрып: кешіріңіз, маған кету керек, кешіріңіз, сосын не етемін деп шығып кетеді жүгіріп. Содан оның өзін жаман сезініп тұрған және де артына қарамай жүгіріп кетіп бара жатқан көрсетеді. Сол сәтте оның есіне анасының айтқан сөздер түседі. Яғни оның құрбысы қайтыс болады, бірақ бұл апатқа сенің кінәң жоқ деп анасының құлағына сыбырлап, жетістікке сен өз күшіңмен жеттің дегенде айтып тұрған еді. Оны есіне түсірген, одан сайын Сүйген жылап жүгіріп кетіп бара жатады. Және де бір концертте виолончельде ойнап жатқан уақытта бірден құлағы шыңылдап естпей қалады. Содан ойынын тоқтатады. Сол уақытта бәрі не болды деп түсінбей қарап қалғанда: мен ештеңе естпей жатырмын деп айқайлайды. Содан Ингөлдің кім екенін ол көмекші деп ойланып отқан сәтте бір дыбыс шығады. Барайын десе пейджердегі хабарлама келеді. Негізінде бұл дыбысты шығарған Сүйген еді. Ол ауа жетпей демаламай жатып сол пакетке демалған еді. Содан бізге Личанды көрсетеді. Ол мұңайып есіне өткенді алып өлең айтып отқан еді. Есіне алғаны ол Чона еді. Себебі Чонамен сөйлескен күні ол оған өзінің альбомын тастап кеткен еді. Содан оны ашып қараған сәтін көрсетеді. Ашып қараса, мен сені Сүйгенді ұнататыныңды білемін деп жазған еді. Және де келесі бетін ашып қараса, мен сені алғаш рет сол кітапханада кездестіргенде ғашық болдым деп жазады. Сонымен қатар бірге тамақтанғанын, дос болғысы келетінін айтады. Бірақ оның концерт беріп, мектепте концерт бергенде жалғыз өзін тастап кеткенін айтады. Сонда да онымен дос болғысы келетіндігін және де менімен дос боласың ба деп жазып сұрақ белгісі қойғанын көрсетеді. Содан есіне алып, ойланып отырған Личанды гитарамен ойнап отырған сәтін көрсетеді. Ол гитарамен ән айтып болған уақытта оны Ингөл көріп тұрған сәтін көрсетіп: вау, қандай керемет деп мақтап жатса, Личан оған: неге кешіктің, мен саған тез кел деп айтқан едім ғой деп ұрсады. Тез кел дейтіндей не болып қалды, тыныштық па, әлде тағы да біреумен төбелестің ба дейді. Жоқ, қайдағыны айтпа, тез кел деген себебім бар еді, тез кел дегесін тез келмейсің ба дейді. Енді айтсайшы, не болды дейді. Енді сен Сүйгенмен өзің айттың ғой, бәрін көремін қалай екен деп. Не істеді, талабы қалай, жақсы ма дейді. Сосын ол: иә, әдемі екен дейді. Сен не деп тұрсың десе: сен өзің не деп тұрсың, Чонаның салған суреттерін көрдің бе, өте жақсы салады, ол да сынақтан өтті ма дейді. Содан Личанды кешегі Чонаны есіне алып: иә дейді. Содан мәз болған Ингөл: онда келістік, бірге жасаймыз онда бәрін дейді, келіскеніміздей болсын дейді. Сол уақытта достары кіріп келіп, олардың достасып тұрғанын көріп мәз болады дағы: бүгін керемет бір жерге барамыз дейді. Қайда десе, осы бөлмені бізге берген кісі, музыкант кісі, сол жерге барайық дейді. Барса, ол кісі гитарада ойнап отырады. Осылай амандасып бәрі кіріп келсе, ол Ингөлді көріп: сен ана әкеңе гитара алып бермекші болған бала емессің ба дейді. Ингөл болса: иә, сіз осы жердің бастығысыз ба дейді, осы жердің иесісіз ба дейді. иә дейді. Осылайша екеуін көрген Личан: немене, сенің әкең бар ма дейді Ингөлға. Ингөл: иә, менің әкем бар дейді. Онда сен неге бұлай жүрсің, ешкім жоқ деп, үйден әлде әкеңмен ұрысып кетіп қалдың ба? Бұлай болғаның жарамас дейді. Ингөл болса: уайымдама, бәрі жақсы болады дейді. Ал Личан айтады: еш уақытта әкеңмен ұрыссаң да үйден кетуші болма, осыны ұмытпа дейді. Осылай екеуі сөйлесіп бітіреді. Әрі қарай олардың кафеде тамақтанып отырған сәтін көрсетеді. Ол жерде оны жас кезінде керемет гитарист болғанын мақтап достары айтып отырады. Сол уақытта ол айтады: мен сендерді бір керемет бір гитаристпен таныстырғым келеді, мен оны гитара тартып үйреткем, ол менің өте жақсы оқушым деп айтады. Ой, онда керемет екен ғой, қашан таныстырасыз дейді. Сосын сол уақытта Ингөл ішінен ойлап отырады:
отырады, маған жіберген көмекші осы кісі ме екен деп. Сөйтіп бір уақытта ол қазір ол кісі келеді, мен оны шақырдым деп айтқан уақытта есікті ашып біреу келмекші болғанда ол кісінің атын айтады. Яғни бұрынғы гитарист, яғни Ингел басында сол кісімін деп алдаған гитарист еді. Оны көрген, естіген Ингел Личан және оның досы не істерін білмей үндемей қалады дағы қашып кетеді. Ал бұрынғы гитарист, негізі Келем деген гитарист келіп бәрімен амандасады. Ол атақты жұлдыз, яғни гитаристердің арасында атағы шыққан гитарист еді. Оны көріп басқа достары, вау, керемет, сені көретін күніміз бар екен ғой, сенімен бір столда отырып тамақ жеудің өзі қандай керемет деп әңгіме айтып, оны басына көтере бастайды. Ал ол жерден тығылып қашып кеткен үшеуі, не істейміз енді, қалай, не болады, ол бізді танып қойса, нағыз не сол уақытта болады ғой дейді. Сонда не үшін біз ұялуымыз керекпіз? Біз ешқандай қателік жасамадық қой деп досы айтады. Қалғандары, енді не істейміз, звондайық, қазір бірдеңе білдіріп жүрер, айтып қояр дейді. Ал қалғандары осы жерде сөйлесіп отырады. Біздің мектепке келіңізші, бірге ән айтайықшы деп ұсыныс тастайды. Ал ол болса, мені біреулер алдап кетті сендердің мектептерінде дейді. Ол кім деп өздерінше болып тұрған білмеген басқа достары, жазалаймыз, оларды кім екенін айтыңыз деп тұрған уақытта бір досына Лишан қоңырау шалып айтады. Оны алдап кеткен біз топ құрып, біздің топтың атын айтып қойып жүрмеңдер дейді. Сол уақытта оны естіткен дос баласы басқа дос балалардың аузын жауып, үндемеңдер, қазір біз сөйлесіп келейік, қазір келеміз деп оларды сүйреп сыртқа шығып алып кетеді. Осылайша Личанның сабалған түрін көрсетеді, яғни достары оны ұрып соғып тастаған, екі ортада ұятқа қалдырып, және де осындай атақты гитаристі алдағандары үшін жазалайды. Үшеуін жазалап болып, енді не істейміз, енді біздің топтың атын айтсақ, ол бізге келмейді, масқара болатын болдық қой дейді. Сол уақытта Личан айтады, біз топтың атын өзгертеміз дейді. Қалай сонда топтың атын өзгерту, оның бәрі шығын ғой дейді. Сосын Личан айтады, ойламаңдар, бізде көмекшілер бар, Сөгендай біздің фотографымыз бар, ал біздің футболкаларға сурет салып беретін Чонамыз бар дейді. Ал ақша жағы не болады дегенде, Ингел, менің ақшам бар, мен шығарамын ақшаны дейді. Әрі қарай бізге Сөгеннің ауырып мазасызданып дәрісін өзінің қабылдап отырғанын сәтін көрсетеді. Және де сол уақытта ол бұрыштағы арқанды көріп қалады. Оны алып, қолына алып, не істеймін, өлсем бе екен деп ойланып отырған сәтте есікті біреу қағып келеді. Ол болса Ингел еді. Ол сыртқа шығып Ингелмен сөйлеседі. Мен саған қулықпен келіп тұрған жоқпын, тек айтатын затты айтып кетемін. Біріншіден, сен біздің фотографымыз боласың, екіншіден, біз топтың атын өзгертеміз, үшіншіден, сенбі күні жиналамыз дейді. Сосын кері қайтып, сен неге бозарып кеткенсің, ауырып тұрсың ба дейді. Жоқ, бәрі жақсы, сенің бос уақытың бар ма, менімен бір жерге барасың ба дейді. Әрі қарай Личанды көрсетеді. Ол ойланып келе жатып кітапханаға кіреді, және де ол сол жердегі кітапханашымен амандасады. Ол кісі айтады, сенің оқитын кітабың жаңа үлгісі әлі шыққан жоқ, келген жоқ дейді. Личан айтады, жоқ, маған ім-ишара тілі керек еді, сондай кітап бар ма дейді. Иә, ол арғы соңғы бетте барып қарасаң болады дейді. Сосын немене, ол кітап қазір танымал болып кеткен бе деп ойланып отырған сәт Личанның Чонаны кездестіріп қалған сәтін көрсетеді. Әрі қарай Ингел мен Сөген бір жаққа кетіп бара жатады. Ингел айтады, сен немене қиын өмір үшін енді ішіп шегіп кетпеші дейді. Сонда не деп тұрсың, мен ол үшін бара жатқан жоқпын, маған тек ақша ауыстыру керек дейді. Және де сол жердегі тәте, сенің әдемі болғандығың үшін мен саған жақсы пайызбен беремін дейді. Оған Сүйген мәз болып рахмет деп айтады. Әрі қарай ақшаны алып кетіп бара жатып, екеуі сөйлесіп бара жатқан сәтін көрсетеді. Мен бір маңызды нәрсеге бара жатырмын ба, көмек керек па деп ойласам дейді. Сонда қыз айтады, жай мен жалғыз өзім жүрмейін дедім, бұл жерде қорқынышты, біріншіден, екіншіден, осындай қыз осындай ақшамен жүргеннің өзі қорқынышты ғой, бірдеңе болып қалса, бірақ сен үндемейсің, ешкіммен ұрыспайсың, пайдаң да болған жоқ негізінде. Енді мен қай жерден ақша ауыстыруды білемін, осы жерге сенсіз енді өзім келе беремін дейді. Сонда Ингел айтады, сен бұл ақшаны қайдан алдың дейді. Қыз айтады, мен өзімнің виолончелімді саттым дейді. Виолончеліңді саттың, қайда саттың, не үшін саттың дейді. Аспаптар дүкенінде дейді. Қалай? Мен де сол жерде сатқанмын өзімнің гитарамды. Ол Хонденің қасында емес пе дейді. Жоқ, мен оны Америкада сатқанмын деп өз жолмен кетіп бара жатқан Сүйгенді тоқтатып, сен қайда бара жатсың дейді. Қайда деген несі, мен өзімнің өмірім бар, өз шаруаларым бар, сон маған тем более сол сатушы кісі маған саяхаттау керексің деген, сол үшін мен өзім жеке саяхаттауға кетіп бара жатырмын деп кетіп қалады. Содан Лича мен Чонаны көрсетеді. Чона Личанға
суреті бар альбомды береді. Осындағы суретті футболкаға қойса қалай қарайсың деп бір шетіне қағазбен қыстырып қойып береді. Оны оқып Личан айтады, футболкаға салғың келе ме осы суретті дейді. Иә дейді. Сосын Личан айтады, бұл қарбыз ғой дейді. Нені білдіреді дейді. Қыз айтады, бұл мені жақсы көретін суретшінің салған суреті, осы сурет маған ұнайды, қалай қарайсың қойсақ дейді. Личан айтады, неліктен ол суретші саған ұнайды дейді. Қыз айтады, себебі ол басына түскен әрбір қиыншылықтан әдемілікті көре білді. Осы қиыншылықты осындай суреттерді салу арқылы жеңіп шықты дейді. Сонда қалай қарбыздан қиыншылықты жеңіп шықты ма деп түсінбейді, сұрайды. Сонда қыз айтады, бұл жай ғана қарбыз емес, ол жерде жазу тұр, іздеп тап, не деп жазылғанын қара дейді. Личан іздеп қарайды, бірақ таба алмайды. Сонда қыз айтады, міне дұрыстап қара дейді. Сосын Личан көреді, вива ла вида, демек бұл нені білдіреді дейді. Қыз сонда айтады, өмірдің өзі қолдасын деп ишара тілімен көрсетеді. Ал Личан болса, оны қолымен қайталаймын деп қайталай алмайды ишара тілімен. Солай екеуі күліп отырған сәтте Сүйгеннің кинотеатрда жалғыз өзі жылап отырған сәтін көрсетеді. Оның қасына бір уақытта Ингел кіріп келеді және де айтады, сен кинотеатрға жалғыз келу үшін кетіп қалдың ба дейді. Қыз айтады, жоқ, басқа себептермен келген едім, сен не істеп жүрсің мұнда дейді. Сосын жігіт айтады, сен не үшін келгеніңді білем, сен мұнда өлу үшін келдің ғой, иә, бірақ сен өле алмайсың дейді. Қыз түсінбей, неге дейді. Себебі сенің өзің сияқты қырсық қызың болады, әдемі болып сен қартаясың, әдем киімдеріңді киіп қыдырып жүресің және де бір жігіттің өмірін өзгертесің дейді. Сен оны қайдан білесің десе, себебі мен болашаққа барып келдім және де сен концертке дейін өлмей тұра тұруың керек дейді. Қыз неге десе, себебі мен концертте керемет ойнайтын боламын дейді. Қыз оған күледі, сен сондай күлкілісің және ұятсызсың дейді. Содан Чона үйіне келіп бөлмесіне кірсе, үстелдің үстінде факс тұрған болады. Ол оны көріп қатты қуанып кетеді және де Личанға менде енді факс бар деп жазып жібереді. Оны Личан көріп, ол да мәз болып қуанып қалады және ол да вива ла вида деп жауап жазып жібереді. Оны көрген қыз қатты қуанып қалады, ал әкесі оны терезеден көріп мәз болып қалады. Ертесіне Личан достарына топтың атын қарбыз деп қоямыз дейді. Достары оған қарсы болады. Қарбыз деген бір түр емес пе, не ол дейді. Сосын түсіндіріп айтады, осындай суретші болған және де соңғы суреті қарбыз болған. Сол қарбыз деп ішінде жазған вива ла вида деген сөз жазған дейді. Вива ла вида деген ол өмірдің өзі қолдасын деген сөз деп айтқан кезде, оны естіген Ингел қосылып айтып, вива ла вида, дұрыс, мен сені қолдаймын, әрқашанда қолдаймын дейді. Сонда бір дос баласы, мүмкін ағылшынша атаумен атармыз дейді. Личан айтады, watermelon деген қалай сендерге ұнай ма дейді. Иә, ұнайды, бірақ тәтті бірдеңе жетіспейтін сияқты дейді. Личан, дұрыс айтасыңдар, онда watermelon sugar деп айтайық дейді. Ура, алақай, мен келісемін деп Ингел келіседі. Сосын достармен бәрі келісіп қол беріседі. Әрі қарай олардың өздері концертке дайындалып, ән айтып, гитарада ойнап жатқан сәтін көрсетеді. Бұл сәтте Ингел және оның әкесі өте бақытты еді. Содан қыздар да құр жүрмей Сүйген фотоаппаратын алып, кітапханаға барып фотоларды зерттеп, ал Чона болса сурет салып, футболканың үстіне қандай сурет болатынын дайындалады. Содан олар студия жанында кездесіп қалады. Сүйген сәлем, қалайсың деп ым тілмен айтады. Ал оған Чона болса, кешір, мен енді жақында ғана үйреніп жүредім ым тілін дейді. Сосын жарайды, ештеңе етпейді, кеттік онда, сәттілік деп екеуі бірге кіріп кетеді. Кіріп келсе, жігіттер ән айтып жатқан болады. Оны көріп екеуі күлімдеп қарап тұрады. Ал Ингелдің көзі болса Сүйген де оған қарап күлімдеп тұрған сәтін көрсетеді. Содан 2023 жыл, әлде музыкамен айналысып жүрген топ мүшелері бар ма дегенде, жоқ, тек қана мен деп жауап береді. Содан кейін бәріміз жан-жаққа тарап кеттік, топ мүшесінің бірі апатқа ұшырады дейді. Ал топ тарап кетті. Топтың тарап кеткеніне қарағанда болған апаттың салдары қиын болды ғой деймін дейді. Оңай болмады, апаттың салдарынан топтың бір мүшесі мүгедек болып қалды деп. 10-шы бөлім аяқталады. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.